Ту апай, короче, қараңызшы, мына жерде бар ғой. X пен Y натурал сан болғандағы мына теңдеуді шеш деп тұр. Егер теңдеудің ішінде екі әріп болса, екі айны вообще шығара алмаймын, не істеуге болады? Ондай кезде қазір бір бәле қылып шығарамыз. Қалауын тапсаң қар жанады дейді. Мына есепте енді бар ғой, 98 кішкене неудобно жіктейін десең, бүйтейік та, қоя тұр. Екі жағына бірді қосып жіберейік та. Екі жағына бірді қосып жіберсең, x плюс xy плюс y плюс 1 тең болады 99-ға. Енді міне жерден x-ті шығарып жіберейік жақшаның сыртына. Шығарып жіберсең, 1 плюс y плюс плюс 1 болады. Келе жатыр ғой, болды, болып қалды ғой. Бұнда есепте әйтеуір бір көбейткішке жіктей алсаң, бір бәле қыласың. Әйтсе подборға қиын болып кетеді. Y плюс 1-ді жақшаның сыртына шығарасыңдар. Ішінде не қалады? X плюс 1 тең болады 99-ға. Ал әріптестерден не істейміз? Көбейтуге келтіріп алдық енді, әйтеуір не істейміз енді? Иә, болды енді. 99 өзі ондай көп санға жіктелмейді ғой. Мысалға, битесің бер қара. Мына екеуін бар ғой, мына екеуін. Бірінші қандай қылып жіктеуге болады? 11-ге 9-ды көбейткен қылып жіктеуге болады. Немесе, одан кейін бар, қанша? 33-ке қаншаны көбейтесің? 3-ті көбейтуге болады. Сонан кейін барып, я болмаса бүйтуге болады, я қараңдар. Мына екеуін бар ғой, басқаша қалай жазады? 99-дан 1 деп жазсаң да болады екен ғой. Міне. Мынаяққа қарайық енді. Y-ің 10, X-ің 8, так, Y-ің 32, X-ің 2, жақсы, иә 98, неде X-ің 0 болып кетейін деп тұр. Мына жағдайды қарай алмаймыз. Натурал деп тұрған жоқ па, мына X-ің натурал болмай қалды. 0 натурал санға жатпайды. Натурал сан деген заттарды санағанда қолданамыз. Бірден бастап. Ана Америка ма, Европа ма, сояқта ана ес ауысқан бәлелер 0-ді натуралға жатқызып жатыр дейді, құрсын. Бізде әйтеуір жатпайды, шүкір. Болды ма, үстіп бір бәле шығарасың.